Баршаңызға сәлем. Бүгін 136 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы өтілгенді бекіту. Бұл сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданамыз. Астана қаласындағы мұхитбақ суының сыйымдылығы 3 миллион литр. Мұнда әлемнің әр түкпірінен теңіз жануарларының 100-ден аса түрінің 2000-нан аса данасы әкелінген. Бірінші есептерді шығар. А. Астана мұхит бағында жыртқыш балықтар қоңыр паку мен мұртты күтуші акула тіршілік етеді. Қоңыр пакудың ұзындығы 1 метр 8 сантиметр, ал күтуші акула одан 4 есе ұзын. Күтуші акула қоңыр пакуден неше сантиметр ұзын? Ең жазып аламыз. Қоңыр паку 1 метр 8 сантиметр екен, күтуші акула одан 4 есе ұзын екен. Ендеше біз оны күтуші акуланың ұзындығын тауып алу үшін сантиметрді өрнектеген бұл жерде, сондықтан 1 метр 8 сантиметрді өрнектеп аламыз. 108 сантиметр болады. 108-ді 4-ке көбейтсек 432 сантиметр екен күтуші акула. Ал күтуші акула қоңыр пакуден қанша ұзын екенін табу үшін 432-ден 108 азайтамыз, 324 сантиметр болады. Жауабы күтуші акула қоңыр пакуден 324 сантиметр ұзын. Бірінші есептің әсі: Астана мұхит бағында улы балықтар, қанатты зебралар және тасбалықтар тіршілік етеді. Қанатты зебраның массасы шамамен 816 грамм. Ал әлемдегі ең улы балық тасбалықтың массасы одан 4 есе жеңіл. Қанатты зебра тасбалықтан неше грамм ауыр? Есептің берілгенін жазып алдық. Қанатты зебра 816 грамм екен, тасбалық одан 4 есе жеңіл. Енді тасбалықтың ауырлығын табу үшін 816-ны 4-ке бөлеміз, 204 грамм. Ал қанатты зебра тасбалықтан қанша ауыр екенін табу үшін 816-дан 204 азайтамыз, 612. Жауабы: қанатты зебра тасбалықтан 612 грамм ауыр. Екінші есеп: баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Бұл жерде көбейту және бөлу амалдары берілген. Біз көбейту мен берілгенін бөлу арқылы тексеріп көреміз, ал бөлу арқылы берілгенді көбейтумен тексереміз. 103-ті 5-ке көбейтеміз. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 5-і түсіп, 1 ойда, 0-ді 5-ке көбейтсек 0, ойдағымен 1 болады. 1-ді 5-ке көбейтсек 515 екен. 515-ті 5-ке бөліп тексеріп көреміз. 5-ті 5-ке бөлсек 1-ден, 1-ді 5-ке бөлуге болмайды. Сондықтан 0 жазып бөліндіге 5-ті де түсіреміз, 15 болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3-ден, жауап 103. Қалғандарын да осылай орындаймыз. 307-ні 2-ке көбейтсек 614, 614-ті 2-ке бөліп тексереміз, 307. 636-ны 6-ға бөлсек 106, 106-ны 6-ға көбейтеміз, 636. 436-ны 4-ке бөлсек 109, 109 4-ке көбейтіп тексеріп көреміз, 436 шығады. 104-ті 6-ға көбейтсек 624, 624-ті 6-ға бөліп тексереміз, 104 шығады. 105-ті 4-ке көбейтсек 420, 420-ны 4-ке бөліп тексереміз, 105 болады. 742-ні 7-ге бөлсек 106, 106-ны 7-ге көбейтіп тексереміз, 742 шығады. 915-ті 3-ке бөлсек 305, 305-ті 3-ке көбейтсек 915. Үшінші есептің асы: есепті шығар. Хайванаттар бағының 3 үлкен аквариумында 485 балық бар. Біріншісінде 109 балық, екіншісінде одан 2 есе артық балық бар. Қалған балықтар 3-ші аквариумда. 3-ші аквариумда неше балық бар? Бірінші аквариумда 109 балық бар, екінші аквариумда одан 2 есе артық балық бар екен. 3-ші аквариумда белгісіз, бірақ барлық 3 аквариумдағы балықтар саны 485 екен. Енді біз екінші аквариумда неше балық бар екенін табу үшін 109-ді 2-ке көбейтеміз, 218 болады. Енді 3-ші аквариумда қанша балық бар екенін табу үшін бірінші аквариум мен екінші аквариумдағы балықтар санын қосамыз, 327 болады. Енді оны барлық балықтардан азайтып тастаймыз. 485-тен 327-ні азайтамыз, 158 шығады.
Жауабы үшінші аквариумда 158 балық бар екен. Енді осы үшінші есептің әсінде берілгенге кері есеп құрастыр және оны шығар деген мен мынадай есеп құрастырдым. Бірінші аквариумда қанша балық бар екені белгісіз. Екінші аквариумда 218 балық бар, бірақ бұл бірінші аквариумдағыдан 2 есе артық деп тұрмыз. Үшінші аквариумда 158 балық бар екен. Біз бірінші аквариумдағын табу үшін бұл деп жазылған үшін 218-ді 2-ге бөлеміз, 109 шығады. Бұл бірінші аквариумдағы. Енді барлығы қанша екен білу үшін осы үшеуін қосамыз, 485 болады. Жауабы 3 аквариумда барлығы 485 балық бар. Төртінші есеп, өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. Көбейткіш 86 қосу 19, бірінші көбейткіш, екінші көбейткішіміз 5 екен. Демек 86 қосу 19 жақшаға алып, көбейту 5 деп жазамыз. Мынада да дәл солай. Ал мына жерде бөлінгіш екен. Бөлінгіш 516 қосу 340 болса, бұнда жақшаға алып, бөлгіш 8 екен, бөлу 8 деп жазамыз. Қалғандарында солай орындаймыз. 85 қосу 19 көбейту 5, 85 19 қойсақ 104, 104 5-ке көбейтсек 520, 318-ді 3-ке бөлсек 106, 16-ға көбейтсек 636, 32-ні 8-ге бөлсек 4, 208 4-ке көбейтетін болсақ 832, 516-ны 340-қа қоссақ 856, оны 8-ге бөлсек 107, 648-ді 6-ға бөлеміз, 108 болады. 204-ді 3-ке көбейтсек 612, оны 6-ға бөлсек 102. Бесінші есеп, сызба бойынша өрнек құрастырып, оның мәнін тап дейді. Мына жерде бірінші өрнекте 5-ті 109-ға көбейтсек 545 екен. Ал 5-ті 110-ға көбейтсек неше екенін білмейміз. Бұл жерде біз бұл 5-ті 110-ға көбейтіп, мына жерге жазамыз. 550 болады. Енді 545 шығу үшін 550-ден 5-ті азайтуымызға тура келеді. Демек, мына жердегі санды мына жерге жазсақ жеткілікті болып тұр. Ал одан кейінгісінде көрейік. 9-ды 109-ға көбейтсек 981 болады. Ал 9-ды 110-ға көбейтсек 990 болады. 981 шығу үшін 990-нан 9-ды азайтамыз. Демек, мына жердегі санды осы жерге қоямыз. Қағанда дәл солай орындап барамыз. 5-ті 109-ға көбейтеміз 545, 5-ті 110-ға көбейтсек 550, одан 5-ті азайтсақ 545 болады. 9-ды 109-ға көбейтсек 981, 9-ді 110-ға көбейтетін болсақ 990, одан 9-ды азайтатын болсақ 981. Кейінгісі де солай. 4-ті 201-ге көбейтсек 804, 4-ті 200-ге көбейтсек 800, оған 4-ті қоссақ 804. 3-ті 301-ге көбейтсек 903, 3-ті 300-ге көбейтіп 3-ті қосамыз 903 болады. 6-шы есеп, кішкентай су тасбақасына арналған аквариум еденінің ауданын есепте. Еденінің ауданы тасбақа орналасатын ауданнан 5 есе артық болуы қажет. Берілген аквариумға суреттегі су тасбақасын орналастыруға болама. Міне аквариум тұрыпты, көріп атырмыз. Мұның ұзындығы 50 см екен. Мына жерде ені 20 см екен. Ал тасбақа еденнің ауданы, осының еденнің ауданын тап дейді. Еденнің ауданын табатын болсақ 50-ді 20-ға көбейтеміз бұл аквариум еденін. Ал еденнің аудан тасбақа орналасатын ауданнан 5 есе артық болуы қажет дейді. Тасбақаның ені 4 см, ұзындығы 5 см екен. Енді осыны көбейтіп көреміз. Егер көбейтіп мынаны бөлген ауданында мынаның ауданына бөлгенде 5 есе артық болу керек екен. Сондай болса ғана орналастыруға болады дейді. Берілген жазып барамыз. Бірінші аквариумның ұзындығын жазып алдық. А1 50 см, Б1 20 см деп өлшемдер. Енді тасбақаның өлшемі А2 тең 5 см, Б2 4 см. Аквариумның ауданы, мына тасбақаның ауданынан үлкен 5 есе артық болу керек. Ол үшін біріншісінің ауданын тауып аламыз. 50-ді 20-ға көбейтсек 1000 см квадрат болады.
Енді тасбақаның ауданын өлшейміз. 20 сантиметр квадрат. 1000-ды 20-ға бөлсек 50 шығып отыр. Тіпті 50 есе артық болып тұр. Ал ода 5 есе артық болу керек болып тұрған. Демек, жауабы аквариумға тасбақаны орналастыруға болады. 7-ші есеп амалдарының орындалу ретін анықта, баған түрінде есепте. 1000 азайту 204 көбейту 3 қосу 198 екен. Бірінші біз көбейту амалын орындауымыз керек. Одан кейін шыққан көбейтіндіні 1000-нан азайтамыз. Айырмаға кеміні 198 қосамыз. 204 3-ке көбейтсек 612, 1000-нан 612-ні азайтсақ 388, 388-ге 198 қоссақ 586. Екінші өрнекте де дәл солай бірінші бөлу амалын орындаймыз. 912-ні 3-ке бөлсек 304. Одан кейін көбейту амалын орындаймыз. 108 4-ке көбейтсек 432. Кейін екеуінің мәндерін қосамыз. 304-ке 432-ні қоссақ 736. 8-ші есеп әлия өрнектердің мәнін амалдарының орындалу реті бойынша есептеген болса, онда оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Міне біріншісінде 870 бөлу 6-ны бірінші орындаған, одан шыққан санды не шығатын есептесек, 870-ті 6-ға бөлетін болсақ 145 болады. Демек 463-тен 145-ті азайтқан. Демек бірінші мына жерге жазамыз 463 азайту 870 бөлу 6 деген өрнек қоямыз. Дәл осылай жазамыз. Әуелі әлияның орындаған өрнектерін жазып аламыз да, сосын өрнек пайда қыламыз. Амалдарын бірінші жазып аламыз. Мына жерде 265-ке 515 қосақ 780 шыққан, 780-ді 5-ке бөлген. Демек өрнек мынандай болады. Бірінші жақшаның ішіндегі өрнек жазамыз, сосын бөлу 5 тең 156 болады. Үшіншісінде басында 532-ке 360-ті қосқан, одан кейін 145 4-ке көбейткен, одан кейін 892-ден 580-ді азайтқан. Яғни бірінші қосу амалын орындаған, одан кейін көбейтуді орындаған, одан кейін барып екеуіні азайтқан. Дәл осылай орындап қойған. Жауабы 312 шықты. 9-ші есеп сантиметр және миллиметрмен өрнекте. 23 миллиметрді сантиметрмен өрнектейтін болсақ, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Сондықтан 23-ті 2 сантиметр 3 миллиметр деп жазамыз. Қалғандарында солай жазып бар. Дәптерге жазып қоямыз. 1 сантиметріміз 10 миллиметрге тең. Демек 23 миллиметріміз 2 сантиметр 3 миллиметр. 165 миллиметріміз 16 сантиметр 5 миллиметр. 800 миллиметріміз 80 сантиметр. 602 миллиметріміз 60 сантиметр 2 миллиметр болады. 62 миллиметріміз 6 сантиметр 2 миллиметр. 307 миллиметріміз 30 сантиметр 7 миллиметр. 10-ші есеп мұхит баққа 4 қыз келді. Олар Айман, Жанар, Самал, Раушан. Олардың екеуі құрдас. Самалдың жасы Айманнан үлкен, ал Айманның жасы Раушаннан кіші екені белгілі. Самалдың жасы Жанардан кіші, ал Жанардың жасы Раушаннан үлкен екені белгілі. Қай қыздар құрдас? Егер берілгені бойынша жазатын болсақ, Самалдың жасы Айманнан үлкен. Бірінші Айманды жазамызды, Самалды оның алдына жазамыз. Өйткені Самалдың жасы Айманнан үлкен екен. Ал Айманның жасы дейді, Раушаннан кіші екені белгілі. Демек, Раушан одан Айманнан үлкен болса, оны Самалдың алдына жазып қоямыз, Раушан деп. Ал енді Самалдың жасы Жанардан кіші дейді. Самалдың жасы Жанардан кіші болса, Жанарды Раушанның алдына жазып, кейінгісін көреміз. Ал Жанардың жасы Раушаннан үлкен екені белгіледі. Демек, Жанар осы жерде орналасады. Жанар ең үлкені екен, ал Айман үлкен деген Раушан мен Самал туралы бұл жерде айтылмаған. Демек, жауабы Раушан мен Самал құрдас. Осымен бүгінгі сабақтың есептерінің барлығы орындалды.
каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.